Алтын Орда аталатын мемлекет болмаған. Ол резиденцияның атауы. Ақ Орда деген тәрізді. Қазіргі тарихшылардың тапқан деректері бойынша, сол кездегі орыс, славян, батыс жылнамашылары хан сарайының көз таңғаларлық көрінісіне қарай Алтын Орда тапты. Бәлкім, басқа да мақсат бар шығар. Қалай десек те, Дешті Қыпшақтың ұлан ғайыр жерінде ірге көтеріп, бірнеше ұлысты бірлікте ұстаған мемлекеттің ұлық ұлыс дейтін атауы бар еді. Тарпанатты тақымға басқалы, бұл далада талай адуының күшті алпауыт мемлекет салтанат құрған. Ұлық ұлыста солардың ізін жалғаған іргелі құрылым. Шыңғыс хан ұрпақтары негізін қалады деп, 2-3 тойға ерік бергеннің өзінде азуы 6 қарыс Абадан империя, түркі тайпаларынан құралған империя. Ендеше ұлық ұлыстың заңды мұрагері қара шаңырақтағы қазақ елі. Дүниежүзі Алтын Орданың империя екенін мойындайды, білет, Египет болсын, Иран болсын кезінде қарым-қатынас жасаған бұл ұлы империя. Сол империяның былайша шекпенінен шығып отыр. Орыс мемлекетінде Қазан хандығы, Қырым хандығы, одан кейінгі Ноғай ортасы, Сібір хандығы, Қазақ хандығы. Біз бәріміз біздің ата-бабаларымыз, яғни сол мемлекеттен шыққан біздің ата-бабаларымыз сол империяда белсене атсалысқан тұлғалар. Алтын Орда біздің мемлекеттігіміздің бір бастауы. Қазақ хандығы осы Алтын Орданың мұрагері. Бұл біріншіден бүкіл қазақ хандары, қазақ хандығы Жошының ұрпақтары, Жошы ұлысының жалғасы сияқты. Сол ұлық ұлыстың негізін қалаған тайпалар кейін қазақ хандығының негізін қалады. Сонымен қатар ұлыстың атасы Жошы қазіргі қазақ даласында Ұлытауда. Жошы хан 1180-1227 жылдары өмір сүрген. Шыңғыс ханның үлкен ұлы. 1223 жылы әкесінің бұйрығымен Жошы ұлысының негізін қалайды. Оның өмірге келуі де, өмірден өтуі де жұмбаққа толы. Әлемдік тарихтың беталысын өзгерткен Шыңғыс ханның өзінен де, одан тараған әулеттен де осы күнге жеткен біз білетін бір белгі бар. Тіпті ол жаһандағы жалғыз ескерткіш Жошы ханның кесенесі. Ал оның қазақ даласында, соның ішінде ұлт ұясы Ұлытауда болуы терең символикалық мәнге ие. Оған қоса, оның өлімі жайында өрілетін Ақсақ Құлан атаулы халық күйінің қалуы да тегін болмаса керек. Қырық 47-48 жылдары қазба жұмыстары жүргізілді. Сол кесенеде ар жақта Алаша ханның кесенесі бар. Енді ол екі дәуірдің ескерткіштері болуы мүмкін, бірақ бізге керегі сол Жошы ханның кесенесіндегі қазба жұмыстары. Сол қазба жұмыстары барысында орталық жерлеу орнынан адам жерленген орын анықталды. Яғни оның бір жақ қолының жоқтығы айтылды. Әлкей Марғұлан мен ол қолының жоқтығы сол Жошы ханның Ақсақ Құлан жаңағыдай құланның шайнап өлтірді аңда деген аңызын бір жағынан дәлелдеген сияқты болды. Жошы ханымыз ұлдарымен Шыңғыс ханға 80-90% абыройын Шыңғыс хандығы солар әкеліп отыр. Кешегі Сайын хан, Батыл хан. Мәселен, Рашиддин жазады. Анау Сайын хан жаңа Батый туғанда дейді жаңағы.
ана жошы ханның жаңағы баласы. Оған бата берілген. Бата деген сөзден жазылған. Міне бата деген бату келіп тұр ғой міне. Сол батыңыз бүкіл Европаны, бүкіл Евразияны алған сол. Бүкіл күшті көрсеткен сол. Батый хан 1209-1256 жылдары өмір сүрген. Жошы ханның екінші ұлы 1227 жылы әкесі қайтыс болғаннан кейін ұлыстың хан атанады. Русь пен Шығыс Еуропаға 7 жылдық жорық жасап, мемлекеттің аумағын кеңейте түседі. Ал енді бұның қалыптасуы қалай болды дейтін болсақ, әрине қазіргі кезде көпшілікте мынандай сұрақ туып жатыр. Алтын Орданың шынымен құрылғанына 750 жыл ма? Әлде басқа жыл ма деп. Мен айтар едім, дұрыс сұрақтың болуы. Өйткені Алтын Орданың негізін қалаған тұлға ол Батый. Батыйдың 7 жылдық жорығынан кейін 1236-1242 жылдар аралығында Батый 7 жылдық жорыққа шықты батысқа, оны орысқа жорығы дейді, 7 жылдық жорығы дейді, Шығыс Еуропаға, немесе Еуропаға жорығы дейді. Сөйтіп 41 жылы 1241-де Киевті алды, ары қарай жорықтар жасап Еуропаны, Шығыс Еуропаға. Бірақ үгедейдің қайтыс болуына байланысты 41 жылы Батый кейін оралады. Орта жолда жағы Еділдің төмен жағына келгенде Қарақорымда жаңа қан сайлап қойған екен. Жаңа қан сайлағанда үгедейдің жесіріне ақсүйектер анып кетіп қойды. Батый ашуланып, оны мойындамай, бармай қалады, сонда қыстап шығады. Үгедейдің қазасынан кейінгі Қарақорыммен арадағы қайшылықтар Батый ханның бас көтеруіне себеп болады. Тақ үшін таласта ол інісі Төленің үлкен ұлы Мөңкені қолдап 1251 жылы билік басына келеді. Бірақ Мөңке хан империяның шығысының ғана шылбырын ұстаған. Батыс бөлікті Батый хан басқарады. Ол қазіргі Астрахань қаласынан 130 шақырымдай жердегі Сарайбатуды салдырады. Бұл үдерісті өзінен соң тізгін ұстағандарды аластырады. Жошының 3-ші ұлы Берке хан мен Батый ханның немересі Мөңке Темірдің тұсында ақша шығарылады. Осы оқиғалармен қатар өзге де жағдайлар өрбіп жатады. 1259 жылы Мөңке хан қайтыс болып, оның бауырлары Арықбұға мен Қобылайдың күресі басталады. Өзара алауыздықтың өршуі Шыңғыс хан ұрпақтарын 1269 жылы Талас өзенінің бойындағы Кенжек жазығында кездестіреді. Құрылтайды өткізуге себепші болған Үгедейдің немересі Қайду хан. Жиынға Шағатай ұрпақтарынан Барақ хан, Жош ұрпақтарынан Мөңке Темір хан мен Берке жары қатысады. Біз Алтын Ордамен бірге құрылған Моғолстанды ұмытпауымыз керек. Себебі Алтын Орданың негізі сол Талас құрылтайында қаланған және Қайду осы мемлекеттің негізін қалаған тұлғаның бірі. Ол да біздің тарихымызда үлкен роль алатын тұлға. Міне ұлық ұлыс Алтын Орда, Моғолстан және Шағатай бұлар бірге іргетік деді. Сондықтан бұлардың тағдыры да кейінгі тарихы да қатар өрбіген болатын. Талас құрылтай жайында Рашид ад-Дин Жамиғат Тауарих еңбегінде былай дейді. Хижраның 667 жылы көктемінде ханзадалардың барлығы Талас пен Кенжектің жайлауында жиналып, кеңес құрылтай өткізеді. Әуелі Қайду сөйлейді. Біздің даңқты атамыз Шыңғыс қаған әлемді парасаттылығымен, ақылымен және қылышпен, оқтардың соққысымен басып алып, тәртіпке келтірді, дайындап өз әулетіне тапсырды. Не үшін? Келіспеушіліктер мен алауыздықтар біздің ортамызда болуы керек. Содан соң Барақ сөйледі. Иә, жағдай осындай. Алайда мен де сол ағаштың жемісімін ғой. Маған да жұрт және өмір сүруге дүние тағайындалуы керек қой. Пікірталастың ақырында енді өткен оқиғаларды еске алмаймыз. Жайлау мен қыстауларды әділ бөлеміз деген шешімге келеді. Жамиғат Тауарихте жазылғандай 1269 жылғы құрылтайда Шыңғыс хан империясының ыдырап, дербес елдерге бөлінгені заңдастырылады. Осылайша түркі қағанаты құрылған. Түркілер ислам дінін қабылдаған тарихи өңір Таласта түркі ислам өркениетін ту еткен
жаңа мемлекеттер бой көтереді. Олар Моғолстан, Шағатай ұлысы және Ұлық ұлыс. Ал бұлардың ішіндегі аумақтысы да, адуындысы да соңғысы екен. Алтын Орда мемлекеті географиялық тұрғыда алатын болса, қазіргі Қазақстанның алып жатқан орнынан 4 есе үлкен аумақты қамтыған екен. Оған Сібірде кіреді, Оралдың да бір бөлігі, одан Волга өзені, Жайық өзендері, Днепрге дейін Кавказ, орталық Азияның біраз бөліктері кіріп жатыр. Сонда қарайсыз, осындай үлкен территорияны, үлкен аумақты қалай биледі, қалай игерді? Бұл кезде экономикада болды. Ішкі экономика, сыртқы сауда, мемлекеттік құрылым жұмыс істеді. Оңтүстік өлкеде кездесетін Отырар қалашығы, Сығанақ қалашығы, Сауран, Жент секілді орта ғасырлық керемет дамыған қалалардан алынған заттай деректер бұл Алтын Орда өркениетінің керемет жоғары дәрежеде болғандығын дәлелді. Оған қоса Алтын Орданың астанасы болған Сарайшық қаласында керемет үлкен бір қалалық мәдениеттің көрсеткіші болатындығын айта аламыз. Мен дүние жүзінің бәрін араладым. Сол аралаған қалаларының ішінде Сарайшық қаласы Бағдат сынды дүние жүзіндегі ірі қалалардың бірі. Бағдаттағыдай мұнда да қайықтардан жасалған көпір көрдім. Қалада ханның сарайы, 4 мешіт, өте көп қонақ үй бар екен. Бірақ мен оларды көріп таңғалған жоқпын. Менің таңғалғаным, жер шарын шарлап жүргенде көрмеген бір қызықты Сарайшықтан көрдім. Мұнда су әрбір үйге өзі барады екен. Ибн Батута, араб саяхатшысы, 1334 жыл. Сарайшық, Сығанақ қалаларында қыш ыдыстарды дамыту өндірісі болған. Олар жаңағы қыш ыдыстарға глазурированный дейміз ғой, әйнектелген қыш ыдыстарға өрнектеп жаңағындай сурет салу. Мысалы, Сарайшықта қаз суреті бейнеленген бір үлкен ыдыс табылған. Оның жаңағы ол ыдысқа қарайтын болсақ, жаңағы батыс пен шығысты жалғастырушы, Қырым мен Кавказды, Қарақорым мен Қытайды жаңағында жалғастыратын үлкен діни, мәдени орталық болған сол ыдысқа қарап айта аламыз. Өйткені жаңағы ыдыстағы бейнеленген сурет бүкіл шығыстың жаңағы шығыс тарихынан мәлімет беріп тұр. Қалалық мәдениеттің болуы бұл Алтын Орданың тікелей экономикалық сауда байланысының көрсеткішін бере алады. Ол жерден табылған әр хан тұсындағы күміс тиындар, сондай-ақ сауда қатынасын көрсететін алмасу заттарының барлығы археологиялық зерттеулер нәтижесінде табылған заттай деректер олардағы керемет сауда-экономикалық байланыстардың дамығанын көрсете алады. Ұлық ұлыстың халықаралық аренада қандай рөл атқарғанын Венециядағы Марчиано ұлттық кітапханасында сақтаулы тұрған бағалы жәдігерден байқаймыз. Ол 14 ғасырда жазылған Кодекс Куманикус кітабы. Сауда жүргізуге арналған сөздікте қыпшақ сөздерінің латын, парсы тілдеріндегі аудармалары берілген. Демек қыпшақ тілі сол заманда қазіргі ағылшын тіліндей адуынға ие болған. Бұл ұлық ұлыстың өркениетіне өлшем. 12-13 ғасырда Дешті Қыпшақ пен Венецияның арасында үлкен сауда-саттық қарым-қатынас ұлғаяды. Сол кезінде Венецияның саудашылары Кримға барып, Қыпшақтың саудагерлері Венецияға келіп, сауда жасайды, алмасады заттарымен. Соның арқасында Кодекс Куманикус деген кітап шықты. Ол Кодекс Куманикус кәдімгі словарь сияқты. 3 тілде жазылған, қыпшақша, парсы тілде, латин тілде. Себебі сауда жасаған уақытында адамдарға түсінікті болсын. Қандай затты сатып алады, қандай бағаға сатып алады. И ол кезінде Дешті Қыпшақ
бір-ақ тілде сөйлеуге қыпшақ тілінде. Кодекс Куманикустың әлқиссасы бір тәңірі деп басталады екен. Бұдан біз кітап авторларының ұлығылыстан болғанын ұғынамыз. Ол кезеңде Дешті Қыпшақ жерінде ислам діні кеңінен таралып жатқан еді. Қазақ даласындағы халықтың Қобылаға қарап құлшылық етуіне ұлығылыс пен Мысыр жерінде билік құрған Қыпшақ мәмлүктері арасындағы берекелі байланыс белгілі бір деңгейде әсер етіпті. Берке өзбек хандардың бейбарыс қалауын сұлтандармен қарым-қатынасы өте жоғары деңгейде болған. Бұл сенімді серіктестіктің нәтижесі, яғни түркі тайпаларының ислам дінін қабылдауы этникалық қалыптасу үдерісін жеделдеткен. Осы тұста ойға қонатын бір дерек, араб жазбаларында бұл мемлекетті Қыпшақ даласы деп атаған. Бұрынғы жергілікті түрік тілдес тайпалар мұсылман болады, исламды қабылдап қойған. Ал 13-ші ғасырда келгендер қабылдай қоймаған кез. Міне осы кезде бұлардың бәрінің бір этникалық қазанға қайнап, бәрінің бір этнос ретінде тарих аренасына шығуына ислам діні өте ықпалды. Әр тайпаның өзінің тотемдері болған. Соған сәйкес олардың өзінің рухани кеңістігі болады, қалыптасқан. Ал ислам діні бұлардың бәрінен жоғары. Бұларда ортақ құндылықтар бар. Жошы хан мазарының және одан 30 шақырым қашықтықта орналасқан Алаша хан кесенесінің салыну уақыты исламның кеңінен таралу кезеңіне, яғни Берке ханның тұсына сай келеді. Оны арабша жазулы тастан аңғарамыз және Алаша хан дүрбесінің алдынан табылған кірпіштегі таңбаның Берке ханның белгісіне ұқсас болуынан ұйғарамыз. Берке мен өзбек хандардың кезінде сәждеге бас ұрғандар саны басым дегенмен, Шыңғыс ханның жорығына еріп келген елдің арасында бұл сенім бұрыннан болғаны да анықталып жатыр. Жошы хан жөнінде биылда да қазір үлкен зерттеулер шығып жатыр, әлі де шығады. Соныкен жаңағы балалар бар. Мәселен, Жошының 13-ші жылы Мұхаммед деп қойыпты. Бұл кісінің мұсылман дініне қарағандығын көрсетті. Шыңғыс хан ол өзі тәңірге табынған. Міне, ол кісі буддист болған жоқ. Қожа Ахмет Яссауиден бұрын оның ұстазы Арыстан бабқа кесене салу керектігі жөнінде Әмір Темірдің әмір бергені белгілі. Алаша хан күмбезінің де тарихын солай тарқатуға болар. Себебі оны Шыңғыс ханға орнатқан деген ойға қонымсыздау. Жошы ханның арғы бабаларына арналған символикалық мәні болуы мүмкін. Ұлығылыс заманымен байланысты құпиясы ашылмаған құнды ескерткіштердің тағы бірі болған ана кесенесі. Ол Сарысу мен Қаракеңгір өзендерінің түйіскен тұсында тұр. Болған ананы біреулер Жошы ханның қызы десе, кей деректерде келіні деп жүр. Сол кесенедегі қазба жұмыстары барысындағы табылған жәдігерлер шындығында ол жерде жерленген адамның сол уақытта әлеуметтік деңгейде жоғары сатыда болғандығын көрсетеді. Оның яғни алтыннан жасалған тостақаны, сырғасы, жібек көйлегі, саптама етігі, жалпы жерлеу дәстүрлері ол кісінің қарапайым адам емес екенін, яғни сол әулетке бір тиесілі адамның болу мүмкіндігін сондай бір қорытынды жасауға негіз болады. Енді ол туысқан я туысқан еместігін біз тағы да сол жаңағыдай палеогенетикалық зерттеулер арқылы болашақта нәтижелерін алатын боламыз. Жаңа заманның жаңа технологиялар өткен күндердің өзегін аршуға мүмкіндік беріп отыр. 2018 жылы ұлттық музей ғалымдары Ұлығылыстың ескерткіштерінде зерттеу жұмыстарын жүргізген. Нәтижелері алдағы уақытта анықталады. Сол кезде Жошы хан мазарында жерленген адамға қатысты ақпарат нақтыланады. Сондай-ақ Орда-Базар қаласы мен Жошы ордасының орнын анықтауда алдағы көп міндеттің бірі. Ұлттық музейде зал құру
жоспарланып отыр. Енді осы жылдың аяғына дейін залды ашамыз деп мақсат қойып отырмыз. Бұл залды ашудағы мақсат, яғни қазақ хандығының осыдан 8,5 ғасыр бұрын өмір сүрген Алтын Орда империясының қазақ хандығының тікелей жаңағы бастаушысы, қайнар көз екенін халыққа жеткізу, Алтын Орда мұрасын халыққа насихаттау. Ұлығылыстың аумағының алыптығын ескеріп, зерттеулерді қазіргі Қазақстан территориясынан асыра түссе артық етпес. Бұл мұрагер үшін мұрат болуы керек. Біз Грузияда болған кезде мұражайдан орта ғасырлық картада көргенім, Армения, Грузия, Азербайжанның қазіргі түйіскен шекарасында Қазақ сұлтанаты 15 ғасыр. Бұл Алтын Орданың күйрегеннен кейінгі Алтын Ордадан бөлініп шыққан бір рудың ба, бір этностың ба, сол жерде Қазақ сұлтанатын құрғаны. Ол қай Қазақ сұлтанаты? Тарихымызға қатысты талай сұрақ бар. Ал Ұлығылыстың ұлы даласында зерттеулер жүргізіп, ескі күндердің естелігін сөйлетуге 750 жылдықтың мемлекет деңгейінде мерекеленуі себеп болар деген сенім ұялайды. Алтын Орданың ескерткіштері тек қана Ұлытауда емес, Қазақстанның басқа да өлкелерінде көптеген ескерткіштері бар. Мысалға Ақтөбеде, Оралда, жағы шығысқа қарай баратын болсақ, Павлодарлық Ертіс бойында, одан солтүстік Қазақстанда. Бұл бір үлкен сондай бір археологиялық пласт, әлі де зерттеуді қажет етеді. Алтын Орданың барлық жүргізген саясаты, әсіресе мынау толеранттығы, барлық ұлттарға тең қарауы, евразиялық мемлекетке айналуы сияқты үлкен Алтын Орданы сипаттайтын ерекшеліктерді біз бүгінгі Қазақстаннан таба аламыз. Сондықтан қай жағынан алып келгенде де Алтын Орданы бүгінгі қазақ мемлекеттігінің бір бастауы дей аламыз. Егер қазақ хандығы бізді 550 жыл деп тұрсақ, Алтын Орда біздің мемлекеттігімізді тағы да ұзарта түседі. Дешті қыпшақтан, түркі қағанатынан, ұғындар мен сақтардан қалған сарқыттарға қарап, қазақ мемлекеттігінің бастауларына барар жолдың әлі де ұзақ екенін ұғынамыз. Ұлы даланың ұялары жоқ ұлы тарихы мәңгілік ел құруға талпынған халқымыз үшін рухани күш, психологиялық энергия.